Біз вакуум дегенде бос, ештеңесі жоқ кеңістікті елестетеміз, бірақ кванттық физика бізге мүлде басқа суретті көрсетеді. Ғалымдардың айтуынша тіпті ештеңенің өзінде бәрі бар. Кванттық әлемде вакуум мүлде бос емес. Ол энергияға толы теңіз, онда виртуалды бөлшектер үздіксіз пайда болып, қайта жойылып жатады. Бұл құбылыс кванттық әлемнің тыныс іспетті. Виртуалды бөлшектер олар кәдімгі бөлшектер сияқты емес, олар сәл ғана уақытқа секундтың миллиардтаған бір бөлігінде ғана өмір сүреді. Мысалы, электрон мен позитрон сияқты жұптар ештеңеден пайда болып, бір-бірін жойып, қайтадан энергияға айналады. Бұл процесті физиктер вакуумдық флуктуация дейді, яғни энергияның микроскопиялық толқуы. Міне, осы толқу арқылы ғаламның өзі өмірге келуі мүмкін болған деген теория бар. Бұл қалай байқалады? Ғалымдар виртуалды бөлшектердің бар екенін жанама түрде дәлелдеді. Мысалы, Казимир эффектісі деп аталатын құбылыста екі металл пластинаның арасында вакуум болса да, олар бір-біріне тартылып қалады. Себебі олардың арасында кейбір виртуалды бөлшектердің пайда болуы шектеледі, ал сыртында көбірек. Осы қысым айырмасы пластиналарды жақындатады. Бұл не үшін маңызды? Виртуалды бөлшектер тек теория емес, олар бүкіл ғаламның энергия теңгеріміне әсер етеді. Мысалы, вакуум энергиясы ғаламның кеңею жылдамдығына ықпал етеді, яғни қара энергияның бір түсіндірмесі де осы виртуалды бөлшектермен байланысты. Осылайша біз бос кеңістік деп жүрген вакуум шын мәнінде қайнап жатқан тірі орта. Онда үнемі жаңа бөлшектер туып, жойылып, энергия айналымын қалыптастырып тұрады. Яғни, вакуум бәрінің бастауы, ал виртуалды бөлшектер ғаламның көрінбейтін жүрегі. Көзге көрінбейтін вакуум шын мәнінде ғаламның ең белсенді сахнасы. Өйткені дәл сол ештеңенің ішінде бәрі бар.